бүгін мен Мұхтар Бағнар каналы. Бүгін біз қалай интро жасауды үйретеміз. Бізге ең бірінші TubeMate деген программа керек. Оған кіреміз. Міне бұлай. Мен енді басып алдым бұл программаны. Кешіріңіздер қазір. Пустой интро. Интро ма? Пустой интро. Мен кеше қарағам соңында алғам кеше ғана басалдым, өтірік айтам, бүгін ғана басалдым деп. Міне біз бүгін міне загрузка етеміз. Басылып жатыр. Пустой интро лоу деп тұр. Готово. Міне біз галереяға кіріп қарап алайық қандай әдемі екен. Бұл интро керемет интролардың бірі деп айтуға да болады. Видео деген бір осыған кіреміз и видео приготовление сіздерде бастауы мүмкін. Біз енді Viva Video Бәне, кірдік біз Viva Video деген программаға қазір. Міне кіріп жатыр. Міне изменить дегенді басамыз. Сіздер бұны Play Market'тен скачать етуіңізге керек. Мен бұның описаниясын қалдыра алмаймын. Камера мой Viva Video дейді. Магазин дейді. Міне видео деген бар. Өздеріңіз TubeMate деген программаны басып аласыздар. И міне осыған міне кіреміз осылай. Кейбір телефондарда бұл істей салуға болады, бірақ менің телефоным ол істей алмайды. Міне осылай готованы басамыз. Загрузка етеді. Міне қазір міне готово мені басылды. И және біз изменить дегенді басамыз, қайшы тұрғанда. Қаралаңыз мені. Міне текстті басамыз. Әртүрлі шрифтарды да басып алуға болады. Шрифт басып алуға қазір яқтаны біз түнерге жазамыз. Мен өзімнің каналымның атын жазайын. Қазір. Бақының Мұхтар каналы. Уақыт етіп атып телефонның мұне. Кешіңізді рахмет, қатеңіз кәспін. И мен қазір жазам. Осылай. И цветінде өзгертеміз бұны. Осылай істейміз. Мынаны басамыз. Біз енді кіріп көрейік ал. Галерея. Жаңа енді мой Viva Video деп тұрады. Мой Viva Video деп тұрады. Осы қараңыздар міне. Міне осы. Бірақ сіздер бұны көрейік.
істеп алған болатынмын. И сау болыңыздар. Мен тубмейттің описаниясын төменге қалдырамын. Осылай. Енді көріп алдыңыздар. Фильтрін өзгертуге болады, бірақ фильтрін өзгерте алмаймын. Сау болыңыздар. Сау. Айта кетерлік жағдай. Сіздер комментарияға жазып қойыңыздар. Енді не істеймін мен? LP түсірейін бе, FIFA түсірейін бе? Бірақ мен телефоннан ғана түсіремін енді. Себебі мен компьютерден тұра алмаймын. Ноутбугым менің ремонтта. Мен осымен видеомды аяқтаймын. Каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар.